Сәлем достар, сіздермен болған Бикостока арнасы. Достар, бұл бізде новый серия емес, бұл бізде дәрігер қыздың екінші бөлімі. Яғни достар, сіздерге осы мені қолдап жүргендеріңізге өте көп алғысымды айтамын. Және де біз 500 подписчикке аз ғана қалдық, сол үшін тезірек жеткізіп тастайық. Ендеше біз видеомызды бастаймыз, кеттік. Мәссаған, бүгін келушілер азайып кеткен сияқты. Азанғы 7-ден бері отырмын, сағат 12 болып қалған шығар. Әлі ешкім келген жоқ. Сәлеметсіз бе, дәрігер апай? Менің ішім қатты ауырып тұр және де құсқым келіп тұр. Маған көмектесе аласыз ба? Әрине, сіздің ішіңіз ауырып тұр ма? Бірінші біз сізді тексеріп алайық. Жақсы, сіздің бүйрегіңіз ауырады екен. Қазір мен сізге бір дәрі беремін, соны күнде таңғы кейін ішіп жүріңіз. Әрине. Так, мен сізге мінекей осы дәріні күнделікті ішіп жүріңіз. Жақсы, көп рахмет сізге. Оқасы жоқ. Мінекей тағы біреу келді, бірақ бұл менің ең алғашқы жұмысым. Бүгінгі клиенттер өте көп емес екен, және де бүгінгі бірінші күннен бастап маған қатты ұнап жатыр. Түскі астың уақыты болып қалыпты ғой. Қазір енді түскі асқа барып келейін. Айару, ана жақта бір қызға тезірек операция істеп жатыр. Оның жағдайы өте ауыр және де қиын. Сол үшін сенің көмегің керек. Не? Операция дейді? Жақсы, ол қайда? Жүріңізші. Ана жақта. Бұл пациентке не болды? Яғни ол жол апатына ұшыраған және де екі көзі қатты соққыдан жарақат алған. Жақсы, ендеше сіздер шыға тұрыңыздаршы. Мен өзім бір амал табамын. Жоқ, мен сенің қасыңда тұрамын. Керек заттарың болса әкеліп беремін. Жақсы, мен шыға тұрайын онда. Жақсы, ендеше сіз не істеу керек екенін білмейсіз бе? Мен білмеймін, мен больницаға келгеніме 5 жыл болса да, бұндай затпен мүлдем айналысып көрмеппін. Мен мүлде білмеймін не істеу керек екенін. Жақсы, онда бір амал табайын. Мен оған қазір ештеңені сезбейтін ұйықтататын дәрі саламын. Болды, енді операциямызды бастайық. Не болып жатыр мына жерде? Жоқ, жатыңыз, сіз емделуіңіз керек әлі де. Бірақ мен қайдамын? Сіз аварияға ұшырадыңыз және де біз сізді ауруханаға алып келіп, емдеп жатырмыз және де операция өте сәтті өтті және де сіз тұруыңызға болмайды. Менің бір көзім жұмылып тұрған сияқты. Біз сіздің көзіңізге жабатын нәрсе тағып қойдық, себебі ол көзіңіз ауыр жарақат алған. Жақсы. Айсұлу әпке, отыратын колесканы алып келесіз бе? Жақсы, әрине. Мінекей, сіз мына жерге отырыңыз. Біз сізді енді қазір жеке палатаға шығарамыз. Не болып қалды мына жерде? Операция өте сәтті өтті және де ол кісі аман қалды. Не? Жақсы болды ғой. Жақсы, онда жүріңіз, мен сізді палатаға ауыстырайын. Жүріңіз. Айару, сені қатты құттықтаймын, себебі сен келмей жатып осындай операция жасап жатырсың. Және де бұл керемет жетістік. Рахмет. Сол үшін сені құттықтағым келеді. Жақсы, онда күте тұрыңыз, мен де палатаға барайын. Жақсы, мінекей палатаға да келдік. Сіздің палатаңыз 3А. Жақсы. Яғни қазір мен сіздің таныстарыңызға хабарласам және де сіз ауыр халде болған соң, олар сіздің жаныңызға келіп отырса болады. Алақай. Жақсы, онда сіз сәл тынық болыңыз. Жақсы.
Онда мен ойбай. Онда мен ұйықтап алайын. Көзіңізге жарық ұйықтауға кедергі жасайды. Ендеше мен кеттім, тынығып алыңыз.